Перебил. Снимайте. Снимайте. Встань отсюда. Вот так, сюда сиди. Сюда гир. Покупение на частную собственность. Не понимаешь, мен сізге қайта келіп отырмын тағы да. Сізге тағы да мүмкіндіктер беріп жатыр. Сіз мүмкін заңды дұрыс түсінбей тұрған шығар, мүмкін дұрыс жеткізбей жатқан шығар деп. Сіз если менің жаңағы сізге алып келіп жатқан шақыру қағазымнан бас тартсаңыз оны қабылдаудан, онда сіз сотты сыйламадыңыз деп танылады. Мен және сотты сыйламаған үшін 653 бап бойынша тағы да іс қозғалуы мүмкін. Ары қарай істі ушықтырмау үшін өзіңіздің мүдделеріңізді қорғауларыңызға болады ғой. Сіз заңды түрде соттан неге қорғамайсыз? Неге менің шақыру қағазымды жарайды, неге алмайсыз? Так, енді естіп ал. Болдың ба? Болдың ба? Енді естіп ал. Сіз кімге оқыттыңыз? Апай, тоқтаңыз, апай, мен айтып алайын. Құрметті қазақ елі және мына полицейлік қызметкерлер. Жаңағы басқа да Facebook парақшасында бүкіл неде сетте отырған заң қызметкерлері. Біріншіден, бұлар жаңа мына соттың приставы айтады, мына заңды неге сыйламайсыңдар дейді. Мен заңды өте құрметтейтін адаммын. Мен қазір кішкене сөзімден кішкене бұрмалап кете берейін. Мен пробацияда жүрген адаммын. 18 сентябрьде бітеді. Менің өзімнің маған берілген 100 сағаттық жұмысымды өтеп біттім осы 2-3 күн бұрын. Енді 100 сағатты штраф салған 100 мың теңгені, оны төлейін деп барсам, банковский счетымды жауып тастаған. Өйткені себебі еркін қазақ ұйымы маған ақша жіберген болатұғын. Соны төлейін десем, оны да төлеткізбей тастады. Енді мен сонда мен балаларымды, карточкаларымды бәрін жауып тастаса, өзімдікімен қоса, сонда маған өлдеген нәрсе ғой. Сондықтан мен өлдігінен кейін мынаны істеп алып өлейін деп тұрмын, сол көздің ішінен. Тем более басқа активист байқұс жігіттерді, белсенділерді өстіп аузын ашқан, бәрін қамап жатқан үшін. Екіншіден, кешегі мына Буриев темірдің келгеніне байланысты, егерде мен заң талабына сай жұмыс істеп келетін болса, мен ешқандай күмәнсіз аяғыммен өз қолыммен барар едім. Өйткені себебі біріншіден әкімшілік құқық бұзған кезде протокол, яғни хаттама толтырылады. Хаттамада бүкіл дәлелденеді. Егер дәлелденбесе, ол протокол хаттама дәлелсіз болады. Егер дәлелденсе, ол сотқа жолданылады. Сот шешімі шығарады да, тез арада прокурордың постановлениесімен маған келіп түседі. Яғни жібереді. Ал повесткамен ба, смс-мен ба жібереді. Ал мына кісінің әкеп тұрғаны повесткасы қазір уақытта недействительный, яғни жарамсыз. Өйткені себебі менің көзімше протокол толтырылған жоқ. Ол толтырылған жоқ. Екіншіден дәлелденген жоқ. Мен заңды сыйлайтын, құрметтейтін адаммын. Ал бұл кісілер заңды сыйламайтын. 22-ші қаңтарға қарсы митинге қарсырып ұйымдастырылып отырған. Әрине бұларды да түсінемін. Мен айттым ғой, бүкіліне бәрін айтам, бағана да айттым. Фас дегенге бүкіл иттің құрметінен төмен болып кетіп, осылай бас көз жұмып болып тұрып келіп тұр. Сондықтан бұлар бірінші заңды осылар сыйнасын. Заңның бір 12-ме 13 ба бір заңдар қалыпты. Назарбаевтың Черногорияның конституциясының қалдығынан. И то скоро оны да алып тастайды. Дәл осы жерден мен өз құқығымды қорғау үшін сол қалдық заңның ішінде 32-ші бапқа сәйкес нетіп тұрмын. Егер де шынында да действительно жазатын болсам, мен да жазағанның күннің өзінде да мен 32-ші бапқа қайшы келіп тұр. Международный стандартқа, келісім шарттарға да қарсы келіп тұр. Сондықтан мен өзім құқығым қорғаулы. Заңға ешқандай қайшы келіп тұрған жоқ. Бұл егерде мен қазір қит етіп шықсам, қазір барасыз да қамай саласыздар. Өйткені қарға қарған көзін шұқымайды. Ворона глаза не клюет дейді ғой, орысша айтқан сияқты. Сол сияқты, хаттама толтырылды. Мен біткен жоқ, бауырым. Мен біткен жоқ. Сондықтан, егерде хаттаманы менің көзімше толтырылып, дәлелденіп, бәрі етсе, и то дәлелденбесе, я могу отказываться. Жаңа ана полковник мырза, кіге айтып кетейін, өзі біледі ғой, машина айдайды шығар.
егер де сіз зәбірлеу келе жатып, сіз полиция қызметкерлері тоқтатса бір шарамен, мысалы үшін правиланы бұзып, сонда сіздің аузыңыздан арақ шығып тұрса, сізді сразу хаттама толтырмайды, дұрыс па? Өйткені себебі свидетельствоға неге апарып тексеруге апарады. Егер дәлелденсе, сізді барып хаттама толтырып, протокол етіп, сотқа, әкім сотқаға барып жолдайды. Одан кейін сіз сразу сол жерде соттап жібермейді. Кейін сот оны барып тұрып белгілі уақыттан кейін жаңағы мен айтқан сияқты постановление шешеді. Сол сияқты мен заңнан еш уақытта шығып тұрған жоқ. Кешіріңдер. Мен екіншіден әкімшілік құқықты тағы да айтамын. Мына полковник естімеген шығар. Әкімшілік құқық бұзған кезде еш уақытта повестка берілмейді. Естеріңізде болсын. Естеріңізде болсын. Именно 488 бапта әкімшілік құқыққа жасалды. Қандай бүкіл әкімшілік құқық бұзған кезде ешқандай шектелмейді. Және мен 102-ге звондадым, 102 өтірік айтып қойды. Өйткені себебі келген жоқ. Кеше келді, еще мен арызымды қабылдады ма, қабылдамады ма білмеймін. Сондықтан бұлардың бәрі шіріген, мен сразу айтам. Осы полковниктің көзінше. Егер соттасаңдар, қазір мына объявление бойынша. Объявление бойынша соттаңдар. Мына полиция қызметкерлерінің жағдайларын жасау үшін, ана полковник минимум өлдім деген кезде 7-8 мен точно айта алмаймын, 7-8 мың доллар алады. Егер де қыдыты келген кезде. Бірақ қыдыты келген кезде Әбіләзов деп президент болмайды ол. Менге болып президент болмайды, сіз болмайсыз. Егер мен президент болған күннің өзінде де мен аса қызметтік бабын айланып, өзімді қамды ойлап кетеміз. Біздің келешегіміз без парламента, без должности президента, қызметсіз. Сондықтан сендердің болашақтарың үшін, бүкіл халықтың болашағы үшін, мына активистердің бәрі, белсенділердің бәрі халықтың болашағы үшін, көз ашық адамдар, грамотный адамдар, одардың бәрі. Сіздер тупойланбаңыздар, халық жағына шығыңдар. Пока возможность бер, Құдай Алла тағала да айтады. Бұл дүниеде кешірем дейді, ақыретте кешірмеймін дейді. Мен Құдай емеспін. Сондықтан тау-тауға қосылады, адам-адамға қосылады. Естімедім деген құлақ болмасын. Сіздер де қазақ. Мына 37-ші жылғы осы қазақ қуған, осы өзі қара көздеріміз, ана Москва кеп, ана Голощёкин кеп қырған жоқ. Бір-бірімізді. Бірақ ертең күні мен Құдай қаласа тірі болсам, сіздердің генетикалық жолдарымен для интерес кімнің ұрпағына шейін тараған тексертем. Өйткені себебі менің өз генетикамен айналысам, мен өз негізінде бойынша мен тексеріп ойлам жорамалым бойынша мына полиция қызметкерлері жүрген адамдары, мына 37-ші жылғы адамдардың, осы қуғын сүрген адамдарға қарсы шыққан адамдардың ұрпақтар деп ойлаймын. Өйткені мен доп басып айтпаймын, бірақ для интерес тексеріп көреміз. Бірақ ол жерде ешкім сотталып кетпейді. Сондықтан халық жағына шығыңдар. Қызметті бауырлар, капитан, офицерлер, шіріген. Я, естісеңіз, сіз мимо по ушам пропускайте, поэтому нет, не надо. Я, шокқа, қағырға, мен сізге айттым, әкімшілік құқық бұзған кезде, сіз, что, дураком прикидывайте, что ли? Аласыз ба? Я, сіз айтып тұрмын ғой, есіңіз дұрыс па? Әкімшілік құқық бұзған кезде повестка таратылмайды. Сіз постановление әкеліңіз маған. Соттың шешімі, анда повестка болмайды. Сотқа сескенге қазір ешқан дәлелсіз, даже постановление әкеп тұрған кездің өзінде сіз дәлелсіз протокол составить етті. Менсіз составить етті. Больше не. Все, до свидания. Если ко мне подходите, я все буду өзімді мен жарам қазір. Все вышли. Өзіңді айтыңыз, жаңа протоколға келіспесе, оқиды дейді. Сот не үшін онда? Сотта протоколға Вы допрос не делаете, а? Сіз осы кісілермен жаңағы сіздің үстіңізге толтырылған бап бойынша соттасып өзіңіздің кінәлі емес екенін никогда мына белсенділер, мына сосын апелляционный сот болып жатыр ғой, қаншама бір жәртімді айтады. Ешкім ақталып келмейді. Только Айгүл Ақберді ғана мына судьяның кім еді, атым ұмытып тұрмын. Солар ғана ақтап шықты. Прямой ана жоғары жаққа нетпей, келіспей. Тек қана тоқтық. Сондықтан сендерге сенбеймін. Астыңдағы атыңа, қойныңда қатынға сенбе деген заман болды бұл. Қазақ тек айтпайды. Сондықтан сен... Коррумпированное государство. Я, коррумпированное государство. Не верю. алмайсыз, алмайды. Өйткен себебі... Страна опозоренная. Өйткені мен сізге ескертем. Сіз құқық заңды жақсылап біліңіз. Мына повестка таратылмайды.
бәрі Все заң должны аясында уйти жұмыс в істеледі. отставку. таратылатын болғандықтан келіп тұр. Таратылмайтын болғандықтан сіз Назарбаев жіберіп, ана Масимов па кім қиынға жіберіп тұр. Сондықтан Сіздерді келіп алдап тұрсыздар. жатыр ғой, сіздерде білім Иә. жоқ. Сізге сотқа Алдап жатырсыздар. маусыл танытып Сіздер бізден жақсы білесіздер, биліктен Сіздер заңды қуат. бұзып отырсыздар. келмейді. Сіздер өздеріңіз заңды бұзып отырсыздар. Біз ешқандай әлсіздік істеп жатқан жоқпыз. Сіз конституцияны жақсы білмейсіздер сіздер. Жоқ, Иә, сіздер бар ғой. Тупо выполняйте приказ. Сіздер белсенділерді, қарапайым халықты сыйламайсыздар. Біз неге сотты сыйлауымыз керек? Сот деген ол Назарбаевтың Вы сейчас очередной геноцид қазақтарды құртып жатсыздар. Отан үшін отқа Назарбаев түсіңдер. қазақтарды құртып жатыр ғой. Отан үшін отқа түсіңдер, күймейсіңдер. Айтқандарын орындап отырсыздар. Все. Сіздер нағыз сатқынсыздар. Мен қазір осы жерде жанам. Нағыз сатқынсыздар. керек жоқ. Анау қазір жоғары шығып кетті, жоғары өшіп тұр. Әкеліп бересе. Өшет анау, өшет. Керек жоқ. Анау өшет. Кеш, бересе кеш, әкеш бересе. Керек жоқ. Вы хотите, чтобы мы... Керек жоқ. провоцируете. Вот сейчас на все пойдет. Жоқ. Давай, әкел Керек ода, әкел. Керек жоқ. Әкел тез. Қойшы, керек Әкел дедім ғой. жоқ. Сіз маған беріңіз. Қойыңыз. Кетіңдер тез, Қойыңыз. Керек жоқ. Провоцируете, вы Керек провоцируете. жоқ. Видите, вот ваши вот законы, прекратите президент. Сабыр сақтаңыз. Керек жоқ. Сабыр сақтаңыз. Сабыр. Судьи вышли из доверия, полиция вышла из доверия. Вы по Сабыр закону сақтаңыз. должны работать на Сабыр закон. сақтаңыз. А вы за кого? За коррупционеров. Ана түсірші, ана жақсылап түсірші ана. Ана морданы. Уже держится, вся вселенная знает, какой Петлан в Казахстане. Ананы жауып қойшы, ана беріңізші, жауып Ананы жауып салайыншы, беріңізші. Сіздер құршақсыздар. Да, они ограбили страну, такой Петлан, вся вселенная сейчас позор. Сіздерді даже құрметтемейді ғой, біз аяймыз сіздерді. Құрметтемейді. Керек жоқ. Лап ете қалады. Керек жоқ. Данный гражданин – это настоящий гражданин Казахстана. Он трудяга, а во власти все паразиты сидят. Барлық паразиттар отыр. Почему вы их не арестовываете? Как это? Его чин какой? Полковник? Ананы жауып салайын. Полковник. Товарищ полковник, почему вы не арестовываете власть, а? Они разворовали страну, устраивают геноцид, провоцируют простых граждан. Вы свидетели, вы толкаете, чтобы все сгорели, мы вам мешаем всем. После нас они... Ананы аузын жауып алсаңыз аузын. Аузын жауып алсаңыз аузын. Иә. Жауып алсаңыз аузын. Керек жоқ. Иә. Жауып алсаңыз. Товарищ полицейский, они вас за людей не считают, поэтому есть время перейти на сторону народа. Счета заблокированы. Таңертең кешке Все счета есігінің заблокированы. алдында тұрады. Бұлардың жұмысы сол. Мінекей үкімет, Наша власть паразиты, дармоеды, все преступники, коррупционеры. халқым, елім деп жанашыр белсенділердің есігінің алдында Посмотрите, какой беспредел, Кулебаев, Тимур устраивает. уже бұлар ешқайда шыға алмайды. Телефондары да бұғатталған, ақша түсетін карталарды барлығы бұғатталған, ешқайда шыға алмайды. Құрметті қазақ елі, отан үшін отқа түсіңдер, күймейсіңдер. Бауыржан Момышұлымыз айтып кетті ғой. Неге ұқпайсыңдар? Күймейсіңдер,
мына қазір мен тұрған батыр емеспін. Батыр деген мына оқ былтық алып ана соғысқа шыққан кісіні айтады. Найзамен шыққан батыр деп айтады. Мына батырлыққа жатпайды бұл батырлыққа. Бұл біз дегеніміз өзінің құқығымызды қорғаушы. Мына милициялар үшін батырлық па бұлар? Чмодар, қорқақ, мына даже погонмен ғана жүрген адамдар. Батырлық емес бұл, батырлық. Бұлар чмолар. Не подводите свою полицию. Это ребята, вы гоните вперед. Назарбаевтың, Мәсімовтің қолшоқпарлары мінекей. Мына жерден кетті, ана көшеге барып тұр енді. Расстреливать, потом вас будут. Мына көшеден барады, арғы жағына барып тұр. Жан жағын, төрт жағын қоршап тұр осы. Белсендіміздің. Полиция кетті, бір машинасы кетті, екіншісі әлі тұр. Осылар қайта-қайта айналып келіп жатыр.